Ассалаумағалейкум, құрметті Олтиясы, Ұлытау облысының тұрғындары және жанкүйерлер, шахмат жанкүйерлері. Менің есімім Берік Деңгелбаев, Жезқазған қаласындағы Намыс қоғамдық қорының өкілеттігінің басшысымын. Міне 8 күнге жалғасқан Жансая Абдумалик шахмат академиясының ұйымдастыруымен шахматтан кіші жасөспірімдер және жастар арасындағы Ұлытау облысының чемпионаты өз мәресіне жетті. Бұл жарысқа 200-ден астам ойыншылар қатысты. 2.700.000 теңгеден құралатын жүлде қоры болды. Және де бұл жарыс ақыл мен ойлау шеберлігінің нағыз үлкен бір керемет мейрамына айналды. Дей тұрғанмен бұл жарыс жаңа есімдерді, жаңа таланттарды, жаңа жұлдыздардың ашылуына бірден бір себепкері болды. Олтиясы Ұлытау облысында талантты, алдына қойған мақсаттарына жете білетін жас буынның өсіп келеатқанына біз өте қуаныштымыз. Осындай жас буындарды қолдауға және одан ары кәсіби деңгейлерін дамытуға Намыс қоғамдық қоры да әрқашанда дайын өз үлесін қосуға. Осы алаңды қолдана келе Жансая Абдумалик мектебінің ұжымына, бапкерлеріне және осы академияның кәсіби түрде ашылуына мұрындық болған Данияр мырзаға, Алма ханымға, Жезқазған қаласының өкілеттігінің атынан, Намыс қоғамдық қорының атынан ерекше алғысымды білдіргім келіп отыр. Және де сіздердің балаларыңыздың осындай жарыстарда жеңіске жеткені сіздердің еңбектеріңіздің жемісі. Тастарыңыз алдыға домалай берсін, әрқашанда биік жеңісті тоғырдан көріне беріңіздер. Және осы жарысқа қатысқан спортшыларға, жүлдегерлерге, жеңімпаздарға шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Және сіздерге осы Ұлытау облысының шахматтан чемпионаты үлкен халықаралық ареналарда көк туымызды биіктен желбіретуге себепкер болсын осы турниріміз. Және де осы Ұлытау облысының тұрғындарына тағы да бір айтқым келіп отырған нәрсе, өздеріңіздің балаларыңызды осындай керемет кәсіби деңгейдегі салынған шахмат академиясына балаларыңызды алып келіңіздер. Шахматпен айналысын. Неге десеңіздер, шахмат деген баланың ой өрісінің өсуіне, есте қалу қабілетінің дамуына және мектепте үлгерімдігі жоғарғы деңгейде өсуіне және өмірде деген жетістіктерге оңай жетуіне себепкер болатын осы шахмат үйірмесі. Сондықтан әрқашанда есік ашық. Ол бірінші. Екіншіден, өздеріңіз білесіздер, Жансая Абдумалик қызымыз осындай кішкентайдан бастап әлем чемпионы болғанға дейін өткен жолы бар. Сол жолын осы Жезқазған өңірінде мектепті ашып, сондайда менің артымнан із қосатын, ізімді жалғастыратын балалар өссін деп осындай шахмат академиясына ашып отыр. Келіңіздер, бәрі тегін, ашық. Әрқашанда сіздерді құшақ жая күтеміз. Рахмет.